облысы Байзақ ауданының мақтанышы Жансақалов Ильяс Жеңісбайұлымен сұхбаттасу үшін нөмір 8-ші облыстық мамандандырылған балалар жасөспірімдер спорт мектебіне ат басын тіредік. Қайырлы күн, құрметті Ильяс аға. Бүгін алтындай уақытыңызды қиып, біздің бірнеше сұрағымызға жауап беруге келіскеніңіз үшін көп рахмет айтамыз. Ильяс аға, сіз 8 әлем чемпионы, 42 Азия чемпиондары мен жүлдегерлерін және жүздеген Қазақстан чемпиондарын тәрбиелеген ерен еңбегіңізді естіп, сұхбат алуды жөн көріп отырмыз. Мен Нұрмек Уазитбаев атындағы мектеп гимназиясының 10 жыл сынып оқушысы Асылбекова. Рахмет. Ал енді сұрағымызға көшсек, Ильяс аға, ең бірінші дәстүрлі сұрағымыз өзіңіз туралы және де отбасыңыз жайында айта кетсеңіз. Өзім есімім Ильяс Жеңісбайұлы, фамилиям Жасақал. Байзақ ауданы, Жамбыл облысы Байзақ ауданы Абай ауылында дүниеге келген. Осы уақытқа дейін сол Абай ауылында тұрып, қазіргі қызмет осы 2006-тан бері, 2006 жылдан бері нөмір 8-ші облыстық мамандандырылған спорт мектебінде қол күрес бөлімінің аға жаттықтырушысы болып жұмыс атқарамын. Өзімнің семьяма келетін болсақ, семьямда 4 ұлым бар, әйелім бар, 2 келінім бар, немерем бар. Аллаға шүкір, 4 немерем бар. Жүріп жатқан қазақтың қарапайым адамы. Керемет, үлкен отбасыңыз бар екен. Ал Ильяс аға, сіз спортқа қалай келдіңіз? Мен спортқа жастайынан келдім. Өзі бізде тренер деген жоқ. Совет өкіметі уақыты, ауылдан шықпаймыз. Өзімізше біз дайындалып, өзімізше дайындалатынбыз. Бізде тренер болған емес. Мені тренер жаттықтырушы деген маған 22 жасында келді. От жаттығып 22 жасынан. Осы қол күреске жаттығып, аллаға шүкір бірінші Қазақстан Республикасының кандидаттарын алдық, содан барып спорт шеберін алдық, халықаралық алдық, содан Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген жаттықтырушысын алдық. Соның жайымыз бар. Осындай көптеген марапаттарға ие болсыз, ал сіз үшін ең күрделі жеңісіңіз туралы айта кетсеңіз. Менің ең күрделі жеңісім 2018 жылы Турция мемлекеті Анталия қаласында әлем чемпионаты болды. Бізде мүмкіншілігі шектеулі балалар нем бар, өзімнің тобым бар. Осы топта Сәлім Шағал деген оқушым, бір-ақ оқушымен бардым әлем чемпионатына, и Сәліммен бардым. Ең күрделі болғанда енді қиналғанымыз бізде финалда Россиямен шықтық. Сол жерде біз өте көп күрестік. Енді бұл жерде қатты болған істі болады. Бірінші әлем чемпионы шығарған кезде көзімізде жас шығып, бір-бірімізді баламызды егер құшақтасып, әнұран ойнаған уақытта ерекше тербелісте болдық. Келесі сұрағымызға көшсек, 2021 жылы Қазақстан Республикасының жылдың ең үздік ауыл жаттықтырушысы номинациясымен марапатталдыңыз. Осы марапатты иеленгенде қандай күйде болдыңыз, қандай сезімде болдыңыз? Шыны керек, біріншіден оны сезінгенде Ералы Лұқпанұлының қолынан алған кезде біз енді ол жерде үлкен жер болды. Өте бір керемет сезімде болдым өзімше. Анамыздан босқа туылмағанға қуандық. Бірақ мен ол біріншіден 2020 жылы Жамбыл облысының ауыл жаттықтырушысын жеңіп алдым. Содан кейінгі ары қарай облыстық управление дейміз ғой, спорт управлениесі бізге хабарлап, осы сіз бағасы деп бүкіл ауыл жаттықтырушысын атағын алдық. Келесі сұрақ, аядай ауылдан талай чемпионды шығару қаншалықты қиын болды? Енді қарап отырсаңыз, мектебімізде 270 оқушы бар. 270 оқушыны таңдаған жасыма, 2,5 мың адамның таңдаған жасыма. Енді обязательно 2,5 мың таңдаған жас. 270 оқушының ішінен біз таңдап алдық. Шыны керек, оңай да болған жоқ. Балалардың бәрін таңдап алдық. Облыс чемпионы, бірінші аудан чемпионы, облыс чемпионы, одан кейінгі республикалық чемпионатқа қатысты. Өздеріңіз білесіздер, республикалық чемпионаттан әр категориядан бірінші нөмірлі, екінші нөмірлі деген болады. Одан Азия чемпионаты. Енді шыны керек, мен өзім танимын адамды, баланы танимын, баланы білемін. Балаларды да өзіме жақсы тәрбиені беремін, спорттық тәрбиені беріп, біз осындай әлемді бағындырып, Азияны бағындырып, Қазақстанды атын шығарып жатқан жағдайымыз бар. Кішкентай ғана ауыл, Абай ауылынан. Орайда айта кететін жағдай, сіздің шәкірттеріңіздің ішінде мүмкіндігі шектеулі шәкірттеріңіз бар. Осы жайында не айтып кетесіз? Мүмкіншілігі шектеулі бізде қазіргі таңда біздің мектебімізде бір топ бар. Спорттық тобымыз бар. Соның ішіндегі оқушылардың бәрі халықаралық дәрежедегі спорт шебері.
халықаралық спорт дәрежедегі спорт шеберін алу да оңай емес, балалармен дайындалу да оңай емес, сол балалар сияқты емес. Спорттық нагрузка дейміз ғой, соларға аздан бересің. Бұл балаларды жаттырмау керек, бұл балаларға ерекше қарау керек, бұл балаларға сенім болу керек, жүрегінде сенімді оятып, мынау мотивация дейміз ғой, жақсылап беріп, баланы жақсылап дайындауға болады. Қайта мен өзіме қазіргі практикамда сау балаларға қарағанда осы мүмкіншілік балалар дайындағаныма қызығырақ и жақсырақ. Ал мықты спортшы шығу үшін бапкер мықты болу керек па, немесе шәкірттің өзі мықты болу керек? Егер де бапкерің күшті болып, шәкірттің спортта жүрек керек. Бірінші жүрегі мықты бол. Егер спортшының жүрегі сәл дауаламай не алса, одан да шықпайды. Менің ойымша қазіргі практикада бапкер де мықты болу керек, спортшы да мықты болу керек. Екеуі бірдей болса ғана әлемдік додада, азиялық додада топты жарып шығып. Сіздің ойыңызша бәрі елу-елу. Елу-елу. Ал қазіргі жас буынға өзіңіздің айтар кеңесіңіз? Қазіргі жас буынға, қазір қарап отырсаңыздар, біздің бұрынғы заман емес, қазіргі өтіп отқан өніміміздің өзі нашар. Қарап отырсаңыздар, бәрі химиялық түрде. Қазіргі жастарға айтатын, анасынан шірет туылғаннан кейін жақсылап тәрбиелеп беріп, әке-шешесі 8 жастан бастап спортқа жақсылап қамтылып отырса, оның буыны, сүйегі, ақыл-ойы бәрі жақсы болады деп есептеймін. Негізі дені саудың жайы сау дейді, спортқа қатысу арқылы білімді де, білікті, күшті жігіт қыз болуы мүмкін. Ильяс аға, сұхбаттың соңында өзіңіздің ойыңызды қоса кетсеңіз? Менің ойым енді қарап отырсаңыздар, қазіргі республикалық ту қай уақытта көтеріледі, өзіңіз білесіздер. Туда бір мемлекеттің президенті егерде көтеріледі, және де екінші рет спорттық аренада орын алған кезде ту көтеріледі. Сол сияқты әр бала, әр қазақтың баласы осындай үлкен ареналарда Қазақстанның туын көтеріп отырса, біз анамыздан босқа туылмады деп есептейміз. Біз, значит, жақсылап тұрып мемлекетімізді көтеріп, мемлекетімізді біліктілігін әр түгел қамтимыз деп ойлаймын. Рахмет, уақыт бөлгеніңізге алғыс білдіріп, шәкірттеріңіз еңбегіңізді бағалап, биік белестерді бағындыруына. Ильяс Жеңісбайұлы, сіздің қандай ойыңыз бар? Ол кісі қандай бапкер? Ильяс ағай өте жақсы бапкер. Аллаға шүкір. Онда жүздеген оқушылар әлем чемпионатына, Азия чемпионатына дайындап жатыр. Өзімді атап айтатын болсам, Сәлім Шамал Исламбекұлы 1999 жылы туылған. Ауылдан қой бағып жүрген жеріміз Ильяс ағай ауылына алып кетіп, үйіне жатып дайындап, қазір Аллаға шүкір 3 рет әлем чемпионымын, 5 дүркін Азия чемпионымын. Ең бірінші Алланың арқасы, осы Ильяс ағайымыздың арқасы. Ильяс ағайымыз өте жақсы бапкер мен үшін. Көп рахмет. Ильяс Жеңісбайұлы, сіздердің қандай ойларыңыз бар? Ол кісі қандай бапкер болды? Қатал кісімен немесе жұмсақ кісімен? Басында келген кезде Ильяс ағайға қатты қорқатынбыз. Енді қазір үйрендік. Сол Ильяс ағайдың арқасында неше түрлі жұмыстарға шығып, Мирға барып, Азияға, Қазақстанға барып, осы Ильяс ағайдан танысып, сырт елдермен де барып, ашылып жатырмыз. Менің есімім Нұрғабет Нұрбеке, Жансықалды Ильяс ағайдың оқушысымын. Жансықалды Ильяс ағайдың арқасында көптеген жетістіктерге жеттік. Қазіргі уақытта 2 дүркін Қазақстан және Азия чемпионы, соның арқасы Ильяс ағайдың арқасы. Сол үшін Ильяс ағайға рахмет айтамыз. Ильяс ағай бізді түсінеді, жарыстарда көптеген поддержка береді. Әрдайым жанымызда табылып, алға қарай жетелеп жүрген тренеріміз.